Сәлем, қазір мен саған Дженнифер Уолтерс, яғни Женщина-Халк туралы толықтай айтып берем. Marvel комикстеріндегі бұл персонаждың авторы Стэн Ли мен Джо Бушема. Және де алғаш рет 1980 жылдың ақпан айында The Savage She-Hulk комиксінде пайда болған. Ең қызығы, Женщина-Халк Брюс Бэннер, яғни Халктың бөлесі, орысша айтқанда двоюродная сестра. Стэн Ли Женщина-Халктың тек қана бірінші шығарылымын жазады. Себебі бұл оның сол кезде кетіп, Марвелге 92 жылы қайтып келгенге дейінгі жазған соңғы персонажы болған еді. Бұл персонаждың пайда болу себебі 1977-82 жылдар аралығында шыққан Невероятный Халк телесериалының табысты болуы. Өйткені Marvel шоудың басшылары сериалға Халктың әйел нұсқасын қосады деп қорыққан болатын. Сол себепті сериалға сондай персонаж қосылған жағдайда оның құқығы Marvelдің өзіне тиесілі болатынына сенімді болу үшін Женщина-Халкты басып шығарады. Бэннердің бөлесі өте мықты адвокат Дженнифер Уолтерс, шериф Моррис Уолтерстың қызы. Бірақ та оған криминалды әлемнің өкілі агент Николай Траск оқ атып ауыр жарақат алады. Дер кезінде Брюс оған донор болып өзінің қанын құяды. Кейіннен радиоактивті қанның әсерінен Дженнифер мутацияға ұшырап Женщина-Халкке айналады. Әу баста Дженнифер Женщина-Халк кейпінде жабайы болып, соңында өзінің қарапайым адам кезіндегі ақылы мен интеллектін қайтарады. The Savage She-Hulk комиксінің бірінші шығарылымынан басқасының бәрі Дэвид Энтонимен жазылып, суреті Майк Восбергпен салынған. Savage She-Hulk сериясы 1982 жылға дейін жалғасып, сол жылы аяқталған болатын. Содан соң Женщина-Халк басқа персонаждардың комикстерінде төбе көрсетіп жүреді. Женщина-Халк Мстители командасының құрамына кіреді. Сонымен қатар Фантастическая четверка командасында да уақытша болған. Женщина-Халк Бэннер сияқты қорыққанда және ашуланғанда үлкейіп, сонымен қатар өте үлкен күшке, жоғары жылдамдыққа, төзімділікке, шапшаңдыққа және де керемет рефлекске ие. Ол Marvel әлеміндегі физикалық тұрғыдағы ең мықты әйелдердің бірі. Женщина-Халк Дэдпул сияқты төртінші қабырғаны бұза алады. Бұл дегеніміз көрерменмен немесе оқырманмен тікелей сөйлеседі. Қызығы, бұл персонаж туралы фильмді түсіру сонау 90-шы жылдардың басында жоспарланған. Тіпті режиссер әрі сценаристі Ларри Коэн болып, басты рөлді Бригитта Нельсон сомдауы керек болған. Бірақ та кейіннен белгісіз себептерге байланысты фильмнің жұмысы аяқталады. Ал осы жылы Disney Plus-те Женщина-Халктың жеке сериалы жарық көреді. Ал сериалда басты рөлдерді Татьяна Маслани, Марк Руффало және де Тим Рот сомдайды. Бүгінге айтарым осы: егерде персонаж туралы айтқан ақпараттар қызық болса, видеоға лайк басып, ал егерде ұнамаған болса, дизлайк басып кет. Және де комментарий жазып, арнаға жазылып кетсең күшті болар еді.